по субсидиям, по объему субсидий сельского хозяйства. Жыл соңында жемқорлықпен күрес агенттігі субсидия мәселесінде жүйелі жемқорлық схемасының қалыптасқанын жариялап, талай былықтың бетін ашқан еді. Ресми ақпаратқа сәйкес, заң бұзушылықтардың дені субсидиялауға қатысты тіркелген. Агенттік дерегінше, соңғы 5 жылда 960 қылмыстық іс қозғалып, 450 лауазымды адам жауапқа тартылған. Қазірдің өзінде аграрлық салаға бөлінген субсидияны ұрлау фактісімен 54 қылмыстық іс өндіріске түскен. Істі болғандардың 11-і лауазымды тұлға. Жалпы бұл істер бойынша мемлекетке 2,5 миллиард теңгеден астам шығын келген. Субсидияға бөлінген бюджет қаржысы зым-зия жоғалады. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл шаруашылығы саласына арналып, артынша сұраусыз кететін қомақты қаржыға қатысты ойын осылай жеткізген еді. Мемлекет басшысы кейінгі уақытта әлемде азық-түлік бағасының күрт өсу үрдісінің барын жасырмады. Ресми дерек бойынша тұтыну тауарларының құны ең кемі 40% артқан. Әрине, Қазақстандағы қымбатшылық заңды құбылыс деген болатын. Бірақ агробизнеске қолдау барын айтқан президент отандық нарықтың әлі де импорттық өнімге тәуелді екенін сынға алған. Айтуынша, қазақстандық тауар өндірушілер ішкі нарықты отандық өнімімен толық қамтуға мүдделі болу керек. Бұған барлық жағдай жасалған. Әйтсе де жең ұшынан жалғасқан жемқорлық саланың дамуын тежеп отыр. Мы практически импортируем значительную часть нашего продовольствия, хотя по субсидиям, по объему субсидий сельское хозяйство бьет все рекорды. Где-то мы разбаловали людей, где-то упустили из виду факты коррупции. Но этой проблемой нам нужно очень серьезно заниматься. Я перед правительством поставил задачу, перед новым министром сельского хозяйства. Көршілес кейбір елде агросекторға мемлекеттік субсидия мүлде бөлінбейді. Ақыры ешкім қадағаламайтын қомақты қаражатты бөлудің қажеті не деп шүйлікті президент. Бұл 5 жылда салаға 2 триллион теңгеден астам субсидия бөлінген. Алайда нәтиже мәз емес. Егер нарықта азық-түлік тауарлары мол болмаса, инфляцияны ұстап тұруға ешқандай шара көмектеспейді. 11 қаңтарда мәжілістің жалпы отырысында Тоқаев ауыл шаруашылығы ерекше назар аударуды қажет ететін сала екенін ескертіп, былтырғы қуаңшылықтың зардабынан биыл да ахуалдың күрделі болатынын болжады. Астық көлемі 4 миллион тоннаға кеміген. Бұл шикізат пен жем-шөпті жинауға кері әсер етпек. Президент үкіметке шаруаларды тұқым, жем-шөп және тыңайтқышпен қамтамасыз етуді жолға қойып, көктемді егіс науқанын қатаң бақылауда ұстауды әрі субсидия берудің тетігін қайта қарауды тапсырды. Біз субсидия алуды жеңілдетуге, оның қолжетімді болуын және ашықтығын қамтамасыз етуге тиіспіз. Жұрда болған заң бұзушылықтардың қайталануына жол бермеу маңызды. Алдағы 3 жылда азық-түлік қауіпсіздігі мәселесін түбегейлі шешу қажет. Бұл үкімет пен әкімдердің алдында тұрған негізгі басымдық екеніне айрықша назар аударамын. Бұл ретте аз кем дерек. Елімізде ауыл шаруашылығы саласы жалпы өнімнің 4-5% субсидияға жұмсалады. Бұл дүниежүзілік сауда ұйымына мүше елдер арасында ең төменгі көрсеткіш. Қалай десек те, агроөнеркәсіптік кешенде тер төккен шаруаларды қолдау жеткілікті сияқты. Мысалы, 2019 жылы 324 миллиард теңге субсидияға бөлінсе, 2020 жылы бұл көрсеткіш 294 миллиард теңгеге жетті. Эфирден ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мал жандарыңыз аман ба? Мынау бүгінгі тақырыпты көріп жатсыздар. Бұл енді бізде ғана емес, бізбен қоса бүгінгі Қазақстанның ақпараттық кеңістігінде осы субсидияның селдеңі бүгін үлкен мәселе болып кетті. Ол туралы кеше президент, кеше ғана емес, жаңа жылдың алдында, одан кейін өткен жол парламент алдында және міне кешеде осы мәселені көтерді. Сонымен қоса бүгін мәжілістің жаңадан тағайындалған спикері Қошанов мырза, ол кісі де осы субсидияның әңгімесін көтерді. И содан бүгінгі күнде барлық ақпараттық кеңістік осы субсидияның мәселесі болып кетті. Жаңа ғана
жарты күн бойы осы ауыл шаруашылығын субсидиялау жөніндегі ток-шоулар, бағдарламалар, журналистерға пікір алмасумен айналыстық. Енді бір айта өтетін дүние, жаңағы кездесулер, ток-шоулар сол жерде осы ауыл шаруашылығы субсидиясы туралы талқылаушылар өте көп. Экономист, саясаткер, басқа. Ал нақты не болып жатқанын осы саланың мамандарынан сұрасақ деп, осындай өзіміздің эксперттік бағдарламамызды ұйымдастырдық. Бізде қазір қатысып отырған Ахмедияр Айтбаев, Бостандық агросервис ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі Жамбыл облысынан, және де Мөлдір Нұрман қарындасымыз, белгілі журналист, талай осы сөздің төресін, осы сөз саптаудың барлығын көреміз. Мөлдір қарындасымыз талай пікірлерді ашық жазады. Сондықтан да мені арнайы шақырып отырмыз. Келгендеріңізге рахмет. Көрермендерімізді бір амандасып қойсаңыздар. Естіліп тұр ма екен? Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Енді өздеріңіз білесіздер. Ең басты дау тіпті жаңа жылға дейінгі президентіміздің сөзінен осы субсидия керек па жоқ па? Мәселе сол туралы болды. Енді бір жағы біз осы шаруалар, осы ауыл шаруашылық төңірегінде жүргендер аң-таң болдық. Қалай керек па жоқ па? Осындай өткен жетте арнайы сауалнама жасадық. Біздің сауалнамамызға қатысты Instagram, Telegram, Facebook желісінде 3000-нан астам респондент жауап берді. И сондағы мен ойлаған басында екіге бөлінеді деп, тура екіге бөлінеді деп, бірақ басым пікір я болады, бірақ жаңа қандай кемшіліктер бар, сол төңірегінде кетті. Осы орайда екі спикерімізді, біздің қатысып отырған Ахмедиярда, Мөлдірде өзінің жазбаларымен, өзінің ұсыныстарымен өткір болғаннан кейін еркін түрде шақырдық. Мысалы, мен енді Ахмедиярды бұрын танитынмын, Мөлдірмен амандасып көрген жоқпын. Сондықтан бұл енді оқырмандардың барлығының бір бейтарап пікір бойынша сіздерді шақырып отырмыз. Енді ойымыз, неге сіздер жаңағы субсидия керек, немесе оның жүйесі қандай болу керек, немесе қандай субсидия керек емес деген ой бойынша өздеріңізбен бөліссек деп едік. Сондықтан енді тар ішінде бір бидай деп Мөлдір қарындасымыз бастаса, өйткені нағыз ақпараттың ортасында жүрген маман. Ал Мөлдір ханым, өзіңіз? Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, ауыл шаруашылығы мамандары, баршаңыздың кәсіптеріңізге береке тілеймін. Енді біздің елде барлық тірлікті тежеп тұрған бірақ мәселе ол жемқорлық қой негізі. Бұл субсидиялауда да жемқорлық кең етек жайып кеткендіктен жететін жеріне жетпей жатыр. Субсидияны мысалы ауыл шаруашылығында алатындар да бар, ала алмайтындар да бар. Менің пікірімше субсидия бұл жаңадан кәсіп бастап жатқандарға да, мал саны немесе жаңағы жемісінің саны жететіндер де, жетпейтіндер де түгел ауыл шаруашылығы аяғына тұрсын десе, бәріне жалпыға бірдей субсидия берілу керек. Және ол нәрсе жемқорлық жолымен жетпей қалмау керек. Өйткені бізде мысалы элементарный лизингке келіп жатқан транспорт болсын, техника болсын, солардың бәрінде мысалы жолаушы тасымалдаумен айналысқан жаңа компаниялардың айналысып отырған автобус жүргізушілерінің жаңа күнделікті әр автобусқа ақша төленетін, субсидия бөлінетін болса, бірақ ол субсидия ол автобустың егесіне де жетпейді, автопарктың егесіне де жетпейді. Мәселе қайда? Бұл жерде ақша желге ұшып отырғаннан кейін мен осы бірақ позицияда егер жемқорлыққа кететін болса, ол субсидия бөлінбесе деймін, бірақ ауыл шаруашылығы міндетті түрде, ол балық шаруашылығы болсын, мал шаруашылығы болсын, егін шаруашылығы болсын, басқасы болсын, міндетті түрде ол субсидиялану керек.
Ал енді мен мысалы былтыр ауылды жерде тұрдым. Айналамызда жаңағы көшет өсіретіндер болды. Көшет болғанда ана декоративный талдардың жаңағы көшетін өсіретіндер болды. Олардың әрқайсысына субсидия бөлінеді. Жаңағы мені таң қалдырғаны, тал екпейтін уақытта егіп, оны алып, барып отырғызып, ол талдар көшеттер жаңа көктемей жатып солып қалып, оның бәріне мысалы қаншама миллиондаған субсидиялар төленді. Бірақ жаңағы желге ұшып кетті да, құмға сіңіп кетті деп айтады ғой. Ешкімге оның нәтижесі қызық емес, е? Қызық емес оның нәтижесі. Мал талдарды еген, мысалы да, құмсауыт жерге апарады да, жаңағы қылқан жапырақты талдарды отырғызып қояды, ол уживаться ете ма, етпей ма, ешкім басын ауыртпайды. Биыл солып қалады ма, келесі жыл қайтадан соны әкелуге отырғызады. Оның бәрі жаңағы, оның бәріне субсидия бөлінеді ғой негізі. Мысалы, әр шыбыққа субсидия бөлінеді. Бірақ енді оны ары қарай бұл жерде кей кәсіпкерлер де уже сол нәрсеге главное апарып өткіздің, субсидиясын алдым, болды, бітті, ары қарай не болады, не қояды, ондай да жауапкершілік жоқ. Әкімдіктерде онсыз да жауапкершілік жоқ. Бізде жалпы ол озеленение деген нәрсені осы субсидиялауды тоқтату керек па деп Мөлдір, мына жерде мен сізден екі тұшымды жағы ұсыныс естідім. Олыңыз біріншісі жаңадан басталғандарға берілу керек субсидия, екіншісі түпкі нәтижеге. Түпкі нәтижеге. Ана процессқа емес, Жақсы. Енді осы орайда Ахмедияр не айтады екен? Ахмедияр мырза, өзіңізде сөз. Субсидия керек па, керек емес па? Субсидия керек, субсидияның бірақ қазіргі беріліп жатқан бағыт бағдарын сәл өзгерту керекті. Мысалға, биылғы жағдайға алайық, былтырғы жағдай, биылғы жағдай не проблема болады? Қуаңшылық да? Малда не азық жетпей жатыр қазір? Мысалға, Маңғыстауда, Қызылордада, Түркістанда ең басты проблема мал азығы болып тұр. Мысалға, мал бағыты бойынша айтатын болсақ, мал азығы болып тұр. Енді қазір хорошо, жаңағы Маңғыстауда жем бөлініп жатыр, субсидия ақша беріліп жатыр, ол уақытша нәрсе да. Бір ай, 2 ай, 3 ай уақытша нәрсе. Ал ары қарай не істейміз? Қанша рет сіз ұйымдастыруыңызбен да, қанша не болды, кездесу болды, министрмен кездесу болды. Только осы периодты қарайды, 2 ай, 3 ай. Бізге қазір жем беріңдер, бізге ақша беріңдер, біз көктемге хотя бы шығайық деп жатыр да, шаруалар. Олар түсінуге болады. Олар қазір бар малын алып қалу керек болып тұр да, бар малын алып көктемге аман есен шықсақ деп соған шырылдап жатыр. Бірақ қазір Маңғыстауда қазір де ауа райы мәз емес да, қар жоқ, жаңбыр жоқ, жауын-шашын жоқ. 2 айдан кейін, 3 айдан кейін жағдай не болады? Өкімет ары қарай қандай не бағыт бағдар қойып отыр? Мен әлі күнге дейін естіген жоқпын жерден. Енді ең басты мал шаруашылығында. Жаңағы бұл жерде мен түсінгенім, министрлік тарапынан стратегиялық жұмыс жоқ. Тек қана оперативтік міне тура қазір өртеніп, пожар әгі өт сөндірушілер сияқты, Пожар сөндіргенде олар өздері добровольно барып сөндіріп жатқан жоқ. Ана жақтағылар шаруалар айқайлап отыр. Ойбай, біз мына жақта жанып жатырмыз деп. Жанып жатыр, міне жанып бара жатырмыз деп. Содан кейін келіп өшіріп жатыр ғой. Амал жоқ енді. Ол бір. Екінші тағы қандай ой? Екінші, министр часто ауысады бізде. Министр ауысқан сайын бізде положение ережелердің бәрі ауысады. Әр министр өзінің бір бағдарын қойып алады, соған байланысты ереже ауысады. Мысалға 2021 жылдың аяғында ережеге өзгеріс енгізілді, бірақ 4 жыл бойы айтылып келатқан нәрсе ол 2016 жылғы техниканың бағасы қалай тұрған, сол нәрсені айтып келе жатыр, 3 жыл 4 жыл бойы шаруаның бәрі айтып келе жатыр да, трактордың құны өсіп кеткен, соны өзгерту керек деп. 2021 жылы ноябрьде ережеге өзгеріс енгізеді, бірақ дәл сол шаруалардың айтып келе жатқан ішінен кез өзгермейді, басқа бір-екі дүние ғана өзгереді. Ол бір-екі дүние бір санаулы адамға керек дүние ғана өзгереді. Яғни не, жеме-жемге келгенде сол жерде біреуге керек болды, соған байланысты ереже өзгерді, соған байланысты ақша төленді. Ал бүкіл жалпы шаруаларға керек мәселе көтерілген жоқ, өзгерген жоқ. Ахмедияр, осы ойыңмен келсем, ұзақ мерзімге бір бағдарлама болу керек. Ұзақ мерзімді жұмыс бағдарлама. Отырып, бір 2-3 адам ғана қабылдай салмау керек ол.
или болмаса жаңағы қалада отырған экономист басқа біреулердің айтқанымен қабылданбау керек. Ол жерде шаруаларды қатысу керек. Қазақстанға талқылану керек. Шаруадан сұрау керек, саған не керек? Ахмедияр, тоқта, Ахмедияр, бір минут, қара. Министрдің алдына жетіп, ұсыныс айтқан адамның өзі бірі сенсің. Ана жерде сен ешқандай қиын дүние айтқан жоқсың. Финансист ретінде екеулеріңіз бір-бірлеріңізді жақсы түсіндіңіздер. Содан не өзгерді ал? Міне, министрдің бұл бір жақтан алыстағы ауылдан, немесе ауылдың әкіміне, ауданның әкіміне бір айғайлап айтқан шаруа емессіз. Сіз министрдің алдына барып айттыңыз. Содан не өзгерді, не байқадыңыз ал? Министрдің алдына барып финансирование туралы айтқанбыз, жаңағы бөлінетін қаржы, сосын мынау ең біріншісі шаруаларға қазіргі қиын жағдай тудырған, 2021 жыл қиын жағдай тудырған, өзіміздің де басымыздан өтті. Несиені процентін субсидиялау мәселесі. Несиені субсидиялау мәселесінде былай істеледі. Жаңағы 16%-пен беріледі шаруаға, кейін бірақ өкімет 10%-ін жауап береді. Жүрде үш жақты келісім шарт тұрады. Жаңағы жергілікті әкімшілік, шаруа, жаңағы ақшаны беріп отқан қаржылық ұйым. Бірақ қаржылық ұйым ақшаны береді 16%-пен, жергілікті өкімет жаңағы 10% субсидировать етеміз дейді. Бірақ шаруа бәрін мойнына алады, мен осы ақшаны төлеймін дейді. Яғни жергілікті бюджетте ол бәрі республикадан бөлінетін ақша. Ақша болмай қалған кезінде қалтасына шаруа төлеу керек. Енді, жоқ, соны айттыңыз. Содан бері бірдеңе өзгерді ма? Ештеңке өзгерген жоқ, ереже өзгеріске талқылауға салынған жоқ. Хотя біз ұсынған сол жерде шаруаны алып тастаңыздар. Жергілікті акиматпен, либо жаңағы ауыл шаруашылығымен сол қаржылық ұйым бір-бірімен байланысын. Оны шаруаға 6%-пен төлейтіндегі, 4% төлейтіндегі істеп берсін, болды, шаруаның басы ауырмау керек оның. Шаруа өзінің несиесін алды да, сол графигімен 4%-пен төлеп отыр. Ары қарай ол бюджеттен қашан түседі, қалай алады, кім алады, ол ауыл шаруашылығымен сол қаржылық ұйымның арасында болу керек ол. Жақсы. Ондай емес. Сол мәселені көтергенбіз, ол әлі шешілген жоқ. Талқылауға салынған да жоқ ол мәселе. Жақсы. Бұлай болсын. Ахмедияр маман ретінде министрға айтты. Енді бәлкім тым қысқа уақыт шығар. 2 ай өтті. Солай емес пе, Ахмедияр? 2 ай өтті. Солай шығар. Ал, Мөлдір, сіз өзіңіз журналистсіз. Осындай ауыл шаруашылығы саласының төңірегінде немесе осындай бір сұрақтарды көтерген жерлеріңіз болды ма? Солардың шешілімі қалай жылдан болды? Кері байланыс уәкілетті органмен қалай болды? Жоқ, мен 2013 жыл ма, есімде жоқ, әйтеуір ол кезде министр Мамытбеков еді. Сол кезде бір қатар блогерлер осы ауыл шаруашылығы мәселелерін көтеріп, министрдің алдына кіргенбіз. Мен өзім мақта шаруашылығы мәселесін көтергенмін. Енді шешілгенде бізде жайбасарлық бар ғой негізі. Бірден шешілу қиын ғой кез келген мәселенің да. Вот мен осы орайда сіздерге ауыл шаруашылығы мен кейде ойлайтын едім да, мысалы, мен сол кезде ауыл шаруашылығына қатысты осы мақта шаруашылығына қатысты бір мәселені көтердім, ол бір әкімдерге ұнамай қалды, сонымен жаңағы қудалау болды, анау болды, мынау болды, сонда ол мен жеке мәселем емес, ол кәдімгі шаруалардың мәселесі еді. Ол мәселе шешілген жоқ, ол мәселе шешімін тапқан жоқ, шешілген жоқ. Біздің елде мынандай ғой, не қоғамдық пікір тудырып, қоғамның күшін пайдаланып, міндетті түрде шу шығарып, бірдеңке қылып істетпесе, өздігінен істелінбейді да кез келген нәрсе. Сол министрлікте сөзіңіз аузыңызда қанша адам отыр ғой, қанша эксперт отыр, мен айтып болайын. Қанша эксперт отыр, қанша маман отыр да, солардың бәрі не істеп отыр деген сұрақ туындайды да. Маман еместер келеді, басқарады, ол адам, ол анау
толарсақтан саз кешіп, анау күріштің басына бармаса, мақтаның басына бармаса, малдың басына айыр несін ұстап бармаса, ол адам ол мен айтқанмен, сіз айтқанмен, ол адам ар жағында ауыл шаруашылығы жоқ, ар жағында жоқ болғаннан кейін ол адам түсінбейді, ол адам ол мәселені шешпейді. Мен бұл нәрсеге өзім жеткен да. Рахмет. Енді құрметті көрермендер, қараңыздар. Сіздер кейде өте жиі маған шығып жатады, Алмасбек міне осы мәселе, Алмасбек міне мына мәселе деп, иә. А кейде бәрі Алмасбекке жетпейді, өз тарапынан ауылда, облыста бар осыны шешуге әрекет жасайды. Мынау бүгінгі күнде барлығы жемқорлық деп жатыр ғой, иә. Сол жемқорлық болмасын деп, ауылдың қарапайым шаруалар ары жеткенде облыс әкіміне, жағы ауыл шаруашылық басқармасына, немесе тіпті ары кеткен зам әкімге кіреді, әкімнің орынбасарына кіреді. Не шешіледі? Түкте шешілмейді. Мына жерде мен Ахмедияр деген бауырымыз отыр, министрдің алдында отырып, өзінің оңтайландырылған жақсы ұсыныстарын айтты. Не шешілді? Шешілген жоқ. Мөлдірдің айтып отырған анау 13-ші жылғы тәжірибе. Біз әгі соңғы министр сондай нашар демек қойық. 13-ші жылы кезіндегі Мамытбеков министрға барып айтты. Сонымен қоса жағы журналистика саласының маманы соны ақпараттандыру жағынан ықпал етті. Сонда шешілген жоқ. Сонда бұның барлығы түйре келе неге сондай жағдайға жетті? Неге орындалмайды? Мен осындай сұрақта менің сіздердің ойларыңызша жаңағы бір сұрағына бір жауабын айттыңыздар. Сала маманы емес. Жарайды, бірақ әгі аюды намазға үйреткен таяқ дейді. Сабап үйрететін уақыт болды. Өйткені олар енді 1 жыл отырады, 6 ай отырады, 1 жыл отырады. Сабап үйренеді. Бірақ неге ары қарай жасамайды? Неге өзгертпейді? Неге Ахмедиярдың айтқанын өзгертпейді? Неге жағы Мөлдірдікін өзгертпейді? Неге? Соны айтыңыздаршы маған. Жауабы неде сонда? Енді жаңағы айтады ғой, бұл жерде біреудің жоғын біреу өлең айтып жүріп іздейді дейді да, біздің қазақ айтады. Қалай? Естілмей қалдым. Біздің шаруалар біреудің жоғын біреу өлең айтып жүріп іздейді дейді да. Олар ат үсті отырып қарағаннан кейін ол аттың тұяғының астында не жатыр ол білмейді ол адамдар да. Иә. Ол бұл жерде жыламаған балаға емшек жоқ дегендей, одан кейін түйеге жантақ керек болса мойнын созады. Осылай жүреді әр шаруа өзінің мұңын айтып, сіз бар, анау бар, қауымдастық бар, басқа бар. Солай неге шешілмейді енді білмеймін. Енді Алла бұйыртса ел жаңа мемлекет басшысына бәрі үміт артып отыр ғой енді халық. Осы гүлденсе ауыл көркейеді бәріміз деп айтылады ғой енді. Сол ауыл шаруашылығына үлкен көңіл бөліну керек. Ол сөзсіз, мөлдір, ол сөзсіз. Ауыл шаруашылығына бөлінетін қаражаттың барлығы кезінде тендерді ашық өткіземіз деп жаңағы ашық бақылауға қойып өткізді ғой. Осы нәрсенің барлығын ашық түрде сізде көретін, бізде көретін ауыл шаруашылығына бөлініп жатқан триллиондар, миллиардтар қайда кетіп жатыр. Бұл халықтық бақылауда тұру керек сияқты да. Сонда ғана бұл біздің министрлер жұмыс істейді, министрліктегілер жұмыс істейді. Мен мысалы сіздердің жаңағы диалогтарыңызды ол кісілермен, жанайқайларыңыздың бәрін қарап отырамын. Осыны айқайлатпай-ақ шешуге болады. Мен сізге мөлдір қараңызшы, мен сізге бір айғайлап жүрген бір кейбіреу айтады, сен немене хайп ұстап жүрсің дейді, маған сөйтіп айтады, сен неменеге айғайлай берсесің дейді біреулер. Сонда түсінесіздер ма, не үшін екенін? Енді Ахмедияр айтса, Ахмедияр, сенің ойыңша, неге бұлар айтқанды ұқпайды? Неге түсінбейді? Не үшін? Жаңағы бірінші айтып кеткендей, бұлар маман емес. Иә. Саланың ең бірінші проблема сол. Әр маман өз орнында отырған жоқ деп санаймын. Өткенде де өзіңіз байқадыңыз ғой, анау бір техниканың бағасы бойынша не бойынша әңгіме көтерілген кезінде сол саланың ответственный директор департаменті жауап бере алмады оған. Иә. Хотя мен қазіргі ережедегі нәрсені айтып отырдым, жоқ ол емес деп. Жоқ, бірінші маман емес, екінші. Екеуіңіздікі де ортақ шығып тұр. Екіншісі жауапкершілік жоқ та, жауапкершілік жоқ қой просто, жауапкершілік жоқ. Екіншісі жауапкершілік жоқ. Келген
жаңағы мамандардан келді, істеді, кетті. Ол не болды, қалай болды, одан сұралынбайды ертең. Ол келді, істеді, кетіп қалды, болды. Жауапкершілік. Ертең тағы да басқа бір дүниелер болсын, одан сұрамайды, ол барады да басқа жаққа ауысып кетеді, или жұмыстан шығып кетеді, бітті. Одан сұрау жоқ. Және Үшіншісі енді білесіз, субсидияның барлығы основной положение неғылған кезінде, ереже қабылданған кезінде қалай қабылданады? Ол ереже кіммен талқыланады? Осы жердегі ауылдағы отырған шаруалармен, ұсақ және орта шаруалармен талқыланып, оларға керек дүние жасалған жоқ бүгінгі күнге дейін. Иә, ең көп талқылаушы Ахмедияр біз ғой, иә? Осы министрлікпен ең көп талқылаушы біздің Шопан ата қауымдастығы. Бірақ ең в лучшем случае тыңдайды, одан кейін бітті, ұмытып кетеді. Екінші, үшінші жиналысына кіргізбейді. Солай ғой? Иә, шешім қабылданатын кезде біз жоқпыз, бірақ шешім басқа жаққа қабылданып шығады. Ал қараңыздар, мына жерде екеуіңіздің де ойлаңыз, маман емес. Екінші, жауапкершілік жоқ. Үшінші, талқылау процесіне шаруалар араласпайды. Төртінші, жемқорлық. Хотя бірінші орынға жемқорлықты қойсақ болады. Жемқорлық. Осы жерде шаруаның кінәсі не? Қарапайым шаруаның кінәсі мынаған қандай қатынасы бар? Шаруа маман емес па? Шаруада жауапкершілік жоқ па? Шаруа жемқор ма? Шаруа талқылауға қатыспай жүр ма? Сонда кінә кімде? Неғып бүгінде бүкіл Қазақстан байбаланға салып отыр да, ауыл шаруашылығы шаруалар жемқор деп. Сонда бұл неге біздің шаруаларды еңбектеп асырап жүрген біз кінәлап жатырмыз? Неге? Шаруа не үшін жемқор болады? Жоқ, енді бүгінгі күнде шын мына президент декабрьде осы әңгімені бастаған кезде тіпті басында өте суық айтты. Субсидия деген болмау керек, және ол кісіге біреулер дұрыс емес ақпаратты беріпті, әлемде субсидия жоқ деді. Президент соны айтқанда біз шаруалар шалқамыздан түсе жүрдік, құдай, онау тағы не болып қалды бізге деп. Артынан енді ол кісі шын расымен де дұрыстады, ашықтық болу керек, басқасы болу керек, субсидия болу керек деді. Но бірақ бүгінгі күнде ақпараттық кеңісте енді журналистердан сұрарым, Мөлдір өзіңіз арқылы, басқа да сала мамандарынан, экономисттер, саясаткерлер шаруаларды жемқор демеңіздерші. Мына 4 кінәнің ішінде біреусі де шаруа емес қой, солай ғой? Осыны қалай түзетеміз? Мөлдір? Ойыңыз? Енді анау крайний біреу табылады ғой енді. Крайний шаруаларды крайний біреу табылады. И ол точно министр емес, өкіметтен шыққан емес, шаруа. Ай, байқұс. Шаруа қалай ол жемқор? Шаруа қалай ол жемқор болады? Ол бір субсидия бөлетін мекеме емес, бюджеттің қаржысын распределять ететін бір не емес. Мен бұл пікірмен келіспеймін. Ол байқұс. Бұл жерде мен ойлаймын, бәрібір бұл министрліктегі енді оларды таяқтап, жаңа намазға да үйрете алмайсың, оларды жаңа бір бағытқа да нете алмайсың, өздеріне тықыр таяған кезде қозғалып жатыр ғой енді, дұрыс па? Мысалы бүгін жаңа Маңғыстауға оказывается можно 50 теңгеден жаңағы жем-шөп апаруға оказывается можно, дұрыс па? Қолда тұрған нәрсе. Енді осы мен өзім жалпы өз кәсібін өз дөңгелентіп, өз күнімді өзім көрем деген адамға жағдай жасау керек деп есептеймін. Мейлі ол шаруашылық бағытында болсын, басқа бағытта болсын, мемлекет тарапынан кішкене поддержка болса, ол адамдар аяғына тұрып кетеді. Ал енді мен мысалы бүгін бағана жаңағы ауыл шаруашылығы министрлігінде істейтін өзімнің әріптесім бұрынғы Фейсбукқа салды, осы жем-шөп мәселесі турасында салған. Енді мен сіз жерде енді министрлік осы мәселемен айналысып, келесі жолы жем-шөптен тапшылық, таршылық көрмейтіндей, бұл жерде баға өсіп кетпейтіндей барлық нәрсені бақылауда ұстау керек десем, олай мал бұрын мемлекеттің меншігінде еді дейді.
бұл жерде анау түсінік дұрыс емес та. Түсінік Андағы Совет одағының түсінігі ғой. Совет одағының түсінігі андағы. Мен енді әріптесіммен бүйтіп сөз таластырған жоқпын. Жасы нешеде ол кісінің? Білемін, что Жасы нешеде? енді өзімнің әріптесім ғой ол. Мен қатарлы болу керек. Жаңағы әйелдің жасын сұрамайды ғой, әйелдің жасы 18. Рахмет, Мөлдір. Понятие дұрыс емес та. Бұл жерде түсінік дұрыс емес та. Ендігі жетпегені, енді бізге енді мына ауыл шаруашылығында отырған анау ақжағалылармен бізге анау психологиялық түсінік жүргізу керек па деп қалдым да. Неге? Өйткені ол адам мәселені қабылдап отқан жоқ, түсінік дұрыс па? Биыл мысалы елдің жартысында қар жауып жатқан жоқ. Биыл тағы да ол қуаңшылық болуы мүмкін. Министрлік осының алдын алу керек қой, дұрыс па? Алдын алу керек. Мүмкін жаңағы өздері бір сондай жемшөп өсіретін шаруашылықтары ашуға жағдай жасайды ма? Бізде бұл жерде де мысалы олигархтар бар, бұл жерде де лоббисттер бар, бұл жерде де солардың сойылын соғатын министрлікте адамдар бар. Айналып келген кезде шырылдап жүрген жай шаруалар да. Осыларды шырылдатпай да мәселенің бәрін шешуге болады. Мен енді ойлаймын, Алмасбек мырза, енді ақыры Шопан ата қауымдастығын құрып бас біріктіріп жатырсыздар ғой, Алла істеріңізді оңдасын. Әмин. Біреулерге ақылы жетпей жатса, енді сіздер күнде шаруашылықтың басында жүргеннен кейін мәселенің бәрін көріп, біліп жүрсіздер. Осы кешенді бағдарламаны өз тараптарыңыздан қауымдастықтың атынан дайындап, дайын бағдарламаны президентке ұсынып, ол кісі сол бағдарламаны өндіріске енгізсе, сонда ғана барып жүзеге асыруға болады деп Мөлдір, рахмет. Сол жағы кешенді бағдарламаны, соның барлығын ұсынып жүрген азаматтардың бірі, ол мені Ахмедияр. Ахмедияр, неге? Ал өзің жауабыңды айтшы, неге? Біз осындай жағдайға жеттік, неғып бүгінгі күнде ауыл шаруашылығында жемқорлық бар деп, біз шаруаларды қара бет жасап жатырмыз. Біз айтпай жатырмыз ба ұсынысты? Біз жағы аналитика бермей жатырмыз ба? Ахмедияр, неге? Енді жаңа жоғарыда айтып өткен мәселелерге тіреледі ғой барлығы. Енді қазір ары қарай қалай болады? Соны не қылу керек те, соны қарастыру керек енді. Қараңыз, соңғы жылдар қанша ақша бөлінді, соған анализ жасап, неге бөлінді, неге ол жүрмеді? Ары қарай қалай боламыз? Мал өсіретін болсақ, мал өсіру үшін не керек? Ең бірінші малдың азығы. Малдың азығын дайындау үшін не керек оған? Техника керек. Қуаңшылық жағдайында оны суаратын кәдімгі жағы тамшылатып суару, болмаса жаңбырлатып суару жүйесін қою арқылы бұдан выход бар да, шыға аламыз. Шешімі бар оның. Бүкіл дүние жүзінде солай пайдаланып отыр. Ол біздің Қазақстанда неге болмайды? Ол да болады. Ахмедияр, сен көрдің ғой, ана кешендік бағдарламаның ішінде тіпті су тамшылатып суару деген жоқ. Ренжіме, сен колхозник, ауылда жүрген шаруа, тамшылатып суаруды айтып отырсың, ана министрліктегілер соны кешендік бағдарламаның ішіне кіргізбеген. Не айта аламыз? Кешендік бағдарламада кіргізбегеннен бұрын өткенде осы 2021 жылдың аяғында субсидированияның ережесіне өзгеріс енгіземіз деді да, қазіргі бар дүниені жаңбырлатып суару, тамшылатып суаруда қазірде шектеу жоқ. 1 гектарға қойсаң да, 5 гектарға қойсаң да, саған субсидиясын төлейді. Ал олар өзгеріс енгіземіз деп, соған шектеу қойып жатыр. 200 гектардан жоғары болу керек дейді сол субсидияны алу үшін. Не үшін? Айта қойшы мені, осы орайда не үшін? Не үшін оны енгізіп отыр? Сен ойыңша? Менің ойымша, егер бәріне бірдей қоятын болса, қазір барлығы бірдей алатын болса, ақша аз жетпей қалады дей ма, болмаса, енді үлкен шаруаларға, үлкен жаңағы олигархтарға жетпей қалады дей ма, білмеймін мен оны. Соны түсінбедім олардың несін. Жоқ, ол жетпей қалады бір, наоборот, о жаққа ұсақ кірмесін ғой, өйткені ұсақ шаруа 200 гектардық, бірақ ұсақ кірмесін деген парол. Ешкім таласпайды, өздері ала береді. Менің ойым сондай, басқа вариант жоқ, потому что енді қуаңшылық жағдай болып отыр, мынандай жағдай болып отыр. Сол тамшылатып, жаңбырлатып суару жүйесін
дамытып, соны кіргізудің орнына, соның төлеу үлесін көтерудің орнына, соған жағдай жасаудың орнына бұл кісілер керісінше істеп жатыр. Мен соған таң қалдым. Біз соны сол бойынша өзіміздің облыс әкімімізге де шаруалар жиналып, және сол ауыл шаруашылық министрлігіне осындай ұсыныспен шығыңыз деп хатта жолда жібердік өткенде. Иә, рахмет. Ахмедияр, енді менен сұрақ емес сіздерге, Мөлдір екеуіңізге. Мөлдір, Ахмедияр, бірінші Мөлдір бастасын. Жалпы субсидия керек. Иә? Енді осы тақырып бойынша өздеріңіз бір 2 минуттық пікірлеріңіз. Ол қалай болу керек? Қандай болу керек? Сол жөнінде. Иә, біз кемшілік жақтарын айттық. Анасы, мынасы, маман емес, жауапкершілік жоқ. Ал енді қандай болу керек? Идеал. Қандай болу керек дегенде, сол бағана әңгіменің басында айтылғандай, жалпыға бірдей жағдай жасалу керек қой. Біреуде 200 гектар тұрмақ, 2 гектар жері де жоқ, мысалы. Жарты гектар жері де жоқ, бірақ малмен айналысқысы келеді, егінмен айналысқысы келеді. Бұл жерде жаңағы әбден аяғына тұрып алғандар уже жаңағы мынау енді бастайтындарға көбірек поддержка беріп, субсидиялауды осы жаққа қарай көбірек бұру керек деп есептеймін. Жаңағы кім Ахмедияр айтып отырғандай, жалпыға бірдей жағдай жасалу керек қой. Шаруашылықпен мысалы көп азаматтар бар, менің де мысалы малмен айналысқым келеді, бірақ менде жер жоқ. Ол жерді банкке қойып, залогқа қойып не қылатын менде дүние жоқ. Мен қалай бастаймын бизнесті, мысалы үшін да? Осы мәселе ғой, ол екінің бірінде бар мәселе да бұл. Жасай ма, жағдайды жалпыға бірдей жасасын. Ауыл шаруашылығы өркендесе, ел өркендейді. Көптеген елдерде елдің экономикасын ауыл шаруашылығы сүйреп отыр алға да. Сенде мұнай жоқ болса, сенде алтын жоқ болса, мыс жоқ болса, болат жоқ болса, сен енді ауыл шаруашылығымен дамайсың ғой, басқа не істейсің? Мөлдір 30 секунд уақытыңыз қалды. Үкімет ауыл шаруашылығына жалпылама көңіл бөлу керек, субсидия бөліну керек, бірақ ашық түрде жүргізілу керек. Ол жемқорлардың жаңағы құлқынына түспеу керек. Рахмет. Ахмедияр, сенің идеалың субсидия осы мемлекеттік қолдауды саясатындағы? Саясатындағы ең бірінші жаңағы ұсақ және орта шаруаларды қолдау керек. Барлық жағдай ең бірінші соларға жасау керек. Жаңағыдай 200 гектардан жоғары болмаса, бордақылау алаңы 5000 бастан жоғары деген шектеулердің бәрі алынып тасталу керек. Яғни жалпыға ортақ болу керек ол. Және қайталап айтамын, жаңағы ұсақ және орта шаруаға бағытталу керек ол. Одан кейін әр салада мал шаруашылығында не керек? Жаңағы мал азығы керек. Мал азығы болу үшін не керек? Техника керек, айналымға қаражат керек. Техниканың субсидиялау керек, несие берілу керек 10%. Болды. Егістікте не керек? Егістікте өнімді көбірек алу үшін тыңайтқыш керек, қайтадан жаңағы техника керек. Сосын тыңайтқышты басқаны алғанға айналым қаражаты керек. Осы мәселе. Жалпы ортақ болу керек. Сосын ауылда отырғандар бар, үйінде ұстап отырғандар, 5 бас, 10 бас, 15 бас, 25 қорада байлап отырғандар бар. Олар да сол субсидияны алу керек. 5 бас, 10 бас байлап отырғандар емес, соларда. Оның шешімі жаңағы ЛПК заңы, ЛПК заңының бір шешімі жаңағы кооператив арқылы ол субсидияға қол жетімді. Ол жерде ешқандай велосипед ойлап табудың қажеті жоқ. Әлемдік тәжірибе. Ауылда бір СПК ашылады, СПК кіреді, СПК-мен алады, болды. Тура сол сияқты қой сауып отырғандар бар, 50-60 қой. 10 шақты сиырын сауып отырғандар бар. Рахмет. Бәріне бірдей болу керек. Рахмет. Қараңыздар, басында сіздердің сауалнама жасадық қой, сондағы пікірлеріңізді оқып, көптеген пікір оқып, мен шынымен де ойлап қалдым, сіздер жаңағы субсидияға қарсы екен деп. Бірақ өзіңіз сияқты қарсы басқа да жазған адамдармен жаңағы қоңырау шалдық пікірін білдік қой. Менің бір көңілімді ұятатыны, жаңағы көңілімді жақсы бір қабылдайтыны, ол сіздер
қазақтың шаруасына деген субсидияға қарсы емес екенсіздер. Сіздер оның жүйесіне қарсы екенсіздер. Иә, оның тәртібі, оның ережесі, оның жұмысы және соны ұйымдастырушысы. Сол именно жүйеге қарсы екенсіздер. Маған сол бүгінгі күнде қуантады. Енді қорытындылай келе, мен сіздерге мынандай бір соңғы бұл қысқа ғана жауап берсеңіздер, я болады, я болмайды деп. Жаңа үлкен арналардан мен бұл ұсынысты жасадым, осы субсидия төңірегінде біраз зерттедім. Сонда қараңыздар. Бірінші, субсидия жоқ ел бүкіл әлемде бірақ қана мемлекет бар екен. Ол Жаңа Зеландия. Қалған бүкіл әлемде, бүкіл мемлекеттерде өз шаруаларын қолдайды екен. Бірінші. Екінші, қаншама көлемде бізде кейде мақтанып жатады, жаңағы біз Қазақстанда ең көп көлемдегі қаражат төлеп жатырмыз. Одан кейін тағы бір сылтаулар бар, әлемдік ВТО, сауда ұйымы, басқа Евро одақтың бір заңдары, жетілген елдердің заңы, сол бойынша қолдауға болмайды деп бізге айтып атады. Бірақ соған қарсы міне мынандай дерек таптық. Қазір экранға жаңағы нені көрсетуді сұраймын. Мына презентацияны қараңыздар. Мынау әлемде ауыл шаруашылығына субсидия ең көп бөлетін мемлекет. Қараңыздар. Қытай, Евроодақ, ақш, Жапония, Индонезия, Түркия, Швейцария, Оңтүстік Корея. Бұл деген әлемдің ең үздік елдері. Бүкіл әлемге қазір өздерінің заттарын экспорт жасап тұрған өнімдерін. Осы мемлекеттерде бар. Бұлар не ВТО-ның мүшесі емес па? Бұларда не шектеулер жоқ па? Рахмет презентацияға. Сонымен бүкіл әлемге қазақтың ауыл шаруашылығын дамығаны керек емес. Бүкіл әлемге қазақтың жері базар ретінде керек. Өздерінде шыққан өнімді осы жерде сата беру керек. Қазақтың мүддесін басқа әлем, ВТО болсын, басқа одақтар, Евроодақ, Евразиялық одақ ешқашанда қазақтың мүддесін қорғамайды. Қазақтың шаруасының мүддесін қорғамайды. Тіпті біздің Евразиялық одақтың ішінде біздің субсидияның үлесі қазақ шаруасының 4,5%. Россия 10%, Белоруссия 18% қолдайды. Сонда бұл не қылған Евразиялық одақ? Кімнің мүддесін қорғаған? Сондықтан да бұл үлкен сұрақ тудырады. Одан кейін тағы мына жерде әріптестеріме рахмет. Жаңағы бүгінгі күндегі ауыл шаруашылығы субсидияларының проблемасы, ауыл шаруашылығымен айналысып басқарып отырғандар маман емес. Екінші, ешқандай жауапкершілік жоқ. Үшінші, талқылау процесі дұрыс жүрмейді. Оның барлығына шаруа кінә емес. Сондықтан да бүгінгі болып жатқан коррупцияға кінәлі адамдар Астана Ақорданың төңірегіндегі министрлік үйінде отыр. Сондықтан да құрметті қауым, құрметті ел, қазақ елі, қазақтың шаруасын жермен жексен жасап, топырақ шашпауларыңызды сұраймын. Әлемде субсидия, коррупция деген проблема жоқ. Неге екенін енді мен қазір сіздерден бір ауыз сөз, Ахмедияр Мөлдір, әлемде былай екен. Бірде-бір ауыл шаруашылығы министрлігі субсидияны берумен айналыспайды екен. Субсидияны қаражатты алатта қоғамдық ұйымдарға береді екен. Ассоциациялар, қауымдастықтар, одақтар, солар береді екен. Бүкіл әлемде субсидия солай тарайды. Сонымен сіздер бұл деген не? Бұл мемлекеттен коррупцияны алып тастау. Егер біз министрлік тарапынан осы жемқорлықты алу үшін алып тастасақ, ана қауымдастықтардың төңірегінен тура шұқылап жүретін министр болады. Өйткені олар коррупционный схемада қатысы жоқ. Сондықтан әлемдік осындай үрдіс, осындай шешім бар екен. Сіздер соны қолдайсыздар ма, қолдамайсыздар ма? Мөлдір? Қолдауға болатын сияқты, енді біздікілер жаңа құйтырқыланып тағы бір тетіктерін тауып қоймаса болатын сияқты қолдауға. Негізі әділ, өйткені министрға қарсы іс қозғаған қиын, ал бір одақтың басшысына, егерде ода бір зұлымдық, асыра сілтеу қатты кеткен жері болса, ол оңай болады. Журналисттарға болсын, қоғамға болсын, барлығына да оңай бола ма? Қадағалау?
оңай болады. Мен мысалы жалпы ауыл шаруашылығында бізде СПК-лар көп қой, бізде агрофинансовый компаниялар көп, дочерний компаниялар көп. Мен солардың бәрін жауып тастау керек деп есептеймін. Өйткені коррупцияға бірден бір баратын тетіктер сол тетіктер да. Әр шаруашылықтың өзінің қауымдастығы бар ма? Егер мүмкін болып жатса, беру керек. Ал жаңағы субсидияны бөлу нәрселерін, бірақ оны да заңмен бекітіп, жауапкершілігі жүктеп, солай істеп қойса, онда болады екен. Ал енді ол ақша жүрген жерде, мемлекеттік мекемелерде ақша жүрген жерде, осындай ақша жүрген жерде, міндетті түрде жемқорлық болады. Ол міндетті түрде болады. Әлемдік тәжірибе жақсы ғой, қолдайсыз ғой, әлемдік тәжірибені. Мен бүгін енді сізден естіп отырмын ғой, біз негізі анау көрпемізге қарамай көсіле беретін елміз ғой, ана елдің бірдеңесін аламыз, жағдайымыз жете ме, жетпей ме оған, мына елдің бірдеңесін аламыз. Нақты керек нәрселерін алмаймыз, керек емес, мынау халыққа пайдасы жоқ нәрселерді ала береміз да. Егер бұны да бір тәжірибеден өткізіп көру керек екен да. Рахмет. Ахмедияр, мынандай әлемдік тәжірибе ойың? Енді бұл әлемдік тәжірибе, егер сол мемлекетте болып жатқан дүние біздің қазіргі дүниеден тиімді болып тұрса, әрине өзімізге соны енгізу керек. Енді ол схеманы нені көрмегеннен кейін мен нақты айта алмаймын, бірақ егер солардың тәжірибесін қарап көру керек та, егер дұрыс болып жатқан болса енгізу керек. Бірақ бір нәрсені айта аламын. Мынау ережені бекітуді, өзгеріс енгізуді ауыл шаруашылығынан алып тастау керек. Оны кімге беру керек? Қоғамдық ұйым құру керек та, бұл жерде де. Мына ұлттық кеңес бүгін парламентте болсын, басқа да болсын. Міне, жақсы ұсыныс. Ережені бекітуді парламент алу керек. Өйткені ол біз сайлаған біздің депутаттарымыз, олар елдің мүддесін, көпшіліктің мүддесін қорғау керек. Дұрыс қой? Ол жерде ауыл шаруашылығы басшысы солар шешеді. Бірақ ол жерде де мамандар болу керек. Ол жерде де мамандар болу керек. Солай ғой? Депутаттардың ішінде нағыз ауыл шаруашылығымен айналысқан. Талқылаудан кейін, бірақ нақты шешімді қабылдау, өзгеріс енгізу ауыл шаруашылығынан алынып тасталу керек. Жақсы. Көп рахмет, Мөлдір қарындасым, Ахмедияр бауырым, пікір айтқандарыңызға, бөліскендеріңізге, осындай біраз дүниені мен де өзіме енді қанша сала маманымын десем де бүйтіп түртіп алдым. Кейбір жерге менің де енді ойым жетпей жүрген. Сондықтан қалған көрермендерімізге осы ұсыныс ретінде, міне егерде біз болашақта алдағы жетіде тағы да бір тақырыпты бастаймыз, ол утиль сбор, утиль алым, ауыл шаруашылық техникасына. Басқа жағында шаруамыз жоқ. Сол жөнінде я қолдау, я қолдамау деген пікір бар ма екен, жоқ па екен. Бірақ қолдайым деген пікір табылмайдау деп қорқамын, өйткені көбінесе барлығы утиль алымға қарсы. Енді біздің қонақтарымызға рахмет айтамыз. Қайталап өтеміз. Біздің қонақтардың ұсыныстары ең бір менің көңіліммен шыққаны, ол ауыл шаруашылығы министрлігінде мамандар болу керек, кәсіби маман. Және ауыл шаруашылық саласындағы мемлекеттік қызметтегілердің жауапкершілігін жоғартылату керек, көбейту керек. Талқылау процесі ашық болу керек, елдің алдында болу керек. Тек қана басында тыңдап алып, бұқпалап заң шықпау керек. Одан кейін жақсы ұсыныс көңіліме ұнағаны біздің спикерлердің жоғарғы порог, төменгі порог болмау керек. Мынау бордақылау алаңы 5 мыңнан басталады. Суарылатын жер 200 гектардан басталады емес. Керісінше бізге жоғарғы порогты алып тастау керек. Бір деңгейге жеткеннен кейін, мысалы сен 3000 бас сиырыңды жинадың ба? Айналайын, сен бай қуатты адамсың. Сенің табысың жетеді. Мына субсидия деген мемлекеттік қолдау, олына төменнен бастағандарға. Ал жаңағындай бай қуатты болғаннан кейін сізге субсидия керек емес, енді ұят деген, ар деген болу керек, оны солай тоқтату керек. Төменгі порог болмау керек, жоғарғы порог, жоғарғы шектеу болу керек. Және де жемқорлықпен мемлекеттік орган,
ол бір-біріне тең жүретін дүние. Сондықтан да осы мемлекеттік органнан осындай басы дау-дамайға салатын дүниені алып тастап, министрлігімізде бәленбай 100 емес, бір 20-30 адам ғана әр сала бойынша қадағалайтын, стратегиямен айналысатын, соны ойластыратын адамдар болса, біздің мынандай субсидияның сергелдеңіне түспес едік. Бүгінгі күндегідей анау президентімізден бастап, парламентіміз қостап, белсенділер және қолдап, шаруаларды тепкілемес едік. Құдай үшін сіздерге өтініш. Мына коррупцияларыңызға, біздің қазақтың, жемқорлыққа біздің қазақтың шаруасы жоқ. Коррупция, жемқорлықтың барлығы сіздердің кабинеттеріңізде. Сондықтан жемқорлық жөнінде қазақтың шаруаларына әңгіме айтқандарыңызды қойсаңыздар. Қазақты асырап отырған осы қазақтың шаруасы. Шамасы жеткенше, қаражаты жеткенше, аз ба, көп па, енді бүгінге мүмкіншілігіміз сол болып жатыр. Енді құрметті қауым, қайталап өтемін, осымен осы тақырыпты тәмамдаймыз. Бұйыртса келесі жетіде утиль сбор бойынша ауыл шаруашылық техникасына сол бойынша талқылаймыз, сол бойынша сауалнама жасаймыз, соған атсалысыңыздар, біздің студиямызға келіңіздер, пікір айтыңыздар. Бүгінгі осы жазбамыз енді маған бір ерекше басқа. Мен өзім көп сөйлемеуге тырыстым, спикерларға неғұрлым уақыт беріп, сол кісілерге корректировка жасап, ол кісілерге оппонент болған жоқпын, қарсы пікір айтқан жоқпын. Енді бағасын беріңіздер, ұнады ма, ұнамады ма, ойларыңызды жазыңыздар. Мүмкін бір түзеттіретін жерлеріңіз бар шығар, былай жасаса деген ұсыныс айтсаңыздар. Енді әзірге осылай, қолдағандарыңызға рахмет. Алла бұйыртса, әлі болашақ осындай эксперттік алаңда кездескенше сала мамандарымен. Біздің ерекшелігіміз міндетті түрде сала маманын шақыруға тырысамыз. Бізге бұл жерге саясаткер, басқа керек емес. Таза ауыл шаруашылығы төңірегінде жүрген сол кісілерді тыңдайық, сол кісілердің дауысын көпшілікке, елге, сонымен қоса билікке жеткізейік деген оймен осыны ұйымдастырдық. Біздің ұранымызды білесіздер, Шопан ата қауымдастығы, Алмасбектің ұраны, ол әр қазақ бай болсын, бай болыңыздар, келесі эфирларда жүздескенше. Сау саламатта болыңыздар.